Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Сіздермен бүгін үй жағдайында осындай ірімшікті жасау рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін алдын ала шоколадымызды су моншасында 60 грамм сары майды қосып, жақсылап ертіп алатын боламыз. Дайын болған шоколадымызды осындай силиконды ыдыстарымызға барлығын біркелкі етіп, жан-жағына жағып шығатын боламыз. Өте молынан жағу керек, өйткені бізде ірімшіктеріміздің салмасы көрініп тұрмау үшін осылай барлық жеріне біркелкі етіп жағып алуымыз керек. Шоколадымыз өте тез қатып қалатын болғандықтан, оны тез-тезден су моншасында қайта-қайта жылытып, яғни осындай сұйықтау жағуға ыңғайлы күйге келтіріп алсақ та болады. Міне енді барлық шоколадтарымызды осылай бір шетінен жағып, еш жерін қалдырмай тез-тезден жағып алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай осылай барлығын жағып алып ыдыстарымызға, енді бұларды мұздатқышқа 15 минутқа шоколады қатып қалғанға дейін жіберетін боламыз. Енді оның ішінен салатын салмасын дайындайтын боламыз. Ірімшіктеріміздің үстінен ванилинді, қоюлатылған сүтімізді және сары майымызды салып, жақсылап біркелкі етіп араластырып алатын боламыз. Міне енді менде осындай масса дайын болды. Енді шоколадтарымызды мұздатқыштан шығарып, барлығының ішін осы массамен толтырып, ірімшігімізді жасауды жалғастыратын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай толтырып, бетіне дейін саламыз да, барлық шет-шетіне бару үшін барлық жеріне біркелкі етіп салып, жақсылап, осылай барлық жеріне жайып шығатын боламыз. Бұндай ірімшіктер өте керемет, дәмді болады. Ең бастысы қоспасыз, химиясыз ірімшіктерді өзіміз үйден ақ қолдан жасап алатын боламыз. Барлық массаны міне осылай менде салып алдым. Менде 8 дана шықты негізінде. Бұл жерге 2 дана сыймай қалғандықтан тек қана 6-ын ғана көрсетіп отырдым. Енді шоколадымызды, қалған шоколадтарымызды міне үстінен осылай жағып шығатын боламыз. Барлығын біркелкі етіп жағып шығамыз да, міне осындай болды. Енді барлығына жағып шығамыз да, қайтадан мұздатқышқа жарты сағатқа, яғни әбден қатып қалғанға дейін мұздатқышқа салып қоятын боламыз. Менде жарты сағат мұздатқышта тұрды. Ірімшіктерім енді осындай дайын болды. Енді ыдысынан осылай асықпай, ақырындап, шет-шетін бұзып алмай, осылай ірімшіктерімізді алатын боламыз. Өте керемет, өте әдемі, өте дәмді ірімшіктер бізде дайын болады. Ең бастысы жасалу жолы өте оңай, өте тез дайын болады және ең бастысы химиясыз, қоспасыз ірімшіктерді өздеріңіз ақ үйден дайындап ала аласыздар. Достар, сіздерге осындай рецепттер ұнайтын болса, міндетті түрде комментарийде жазып қалдырыңыздар. Жасап көріп жатсаңыздар, комментарийде бөлісіңіздер. Мен барлығын міндетті түрде оқимын. Және де егер де қиын болмаса, менің каналым даму үшін лайк басып, пікірлеріңізді жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.